бүгінгі шарада бізде асқазан ішек жолдарының қатерлі алдын алу шарасы болып табылады. Ашық күндер. Бұл күні біз науқастарды, жай қарапайым адамдарды ешқандай жолдамасыз қабылдаймыз. Және де керекті зерттеу мәселелерін шешеміз. Қатерлі алдын алу жолы бізде дәл осы асқазан ішек жолдары бойынша Қазақстанда скрининг бағдарламасы бар. Ол 50 жастан бастап 70 жасқа дейінгі адамдар әрбір 2 жыл сайын тегін тексерістерден өтеді. Ол ең бірінші адамдардың өзінің денсаулығына деген жауапкершіліктен басталады. Кейбір адамдар бар өздері өтпейді осы скрининг бағдарлама бойынша. Егер де адамның әке-шешесі ауыратын болса, онда 40 жастан бастап өту керек осы скрининг бағдарлама бойынша тексерулерді. Бүгінгі ашық есік күні туралы әлеуметтік желіден біліп, ойланбастан келуге бел будым. Орталықтың дәрігерлеріне алғыс айтқым келеді. Толықтай тыңғылықты тексерістен өттім. Жолдамасы және барлығы тегін. Келесі жолы жолдасымды да ертіп келмекпін. Барлық тұрғындарды осындай ашық есік күніне қатысуға және білікті мамандардан кеңес алуға шақырамын.